Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті ана, сіз бұл видеода исламда перзент тәрбиесі және жеке даму туралы білім аласыз. Аллах зейініңізді ашсын. Хайырлы білім етсін. Үйренген біліміңізге амал жасауға тауфиқ берсін. Көңіл күйіңізді көтеріп отырып, қолыңызға қалам, дәптер алып тыңдаңыз. Сіз бұл видеода не үйренесіз? Бірінші, бала кезде басыңыздан өткергеніңіз ата-аналық тәжірибеңізде қандай әсер көрсетеді? Өлдіру, ұрсып қою, немесе балалардың еркелігіне қалай жауап қайтару керек? Бесінші, жайлы, жақсы ана болу үшін 3 қадамдық тәсіл. Баламды ұрыспай десем ұрсып қоямын, ұрмай десем ұрып қоямын. Жүйкем шаршаған, қалай жайлы ана бола аламын? Қалай жайлы ана бола аламын? Демек, бұл дәріс перзент тәрбиесі жайлы болғанымен алдын сіздер туралы, өзіңіздің балалығыңыз туралы. Біздің бастан өткерген тәжірибелердің бүгінгі өмірімізге әсері туралы болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам амалдар ниетке байланысты деген. Бір ойлап көріңіз, адам қай жермен ниет етеді? Бірер ағзамызды жұмыс жасатып ниет етеміз бе? Намаз оқудан алдын ниет етеміз. Үмраға барудан алдын ниет етеміз. Ниетті жүрекпен, санамызбен ниет етеміз. Ниет көзге көрінбесе де, оның күші біздің санамызбен рухымызға өте күшті әсер етеді. Бұл туралы психологтар ізденістер алып барып, үлкен кітаптар жазып тастаған. Бір адам нені ниет етсе, санасы соған қарап, ресурстар іздей бастайды. Қазір сіз қандай білім алуды ниет етсеңіз, ниетіңізді түзулеп алсаңыз, санаңыз соған қарай әрекет етеді. Сол ниет еткен нәрсеңізді миыңыз қабылдауға дайын тұрады. Хайырлы, пайдалы білім болу үшін дәріске қатысуда мақсатыңыз не? Ал дәрісті аяқталғанда өзіңізде көруді қалаған қандай 3 оң сипатты қалайсыз? Қолыңызға қалам қағаз алып жазыңыз. Адам бір нәрсені мақсат етіп жазғанда қалам мен қағазға емес, санасы мен миына жазғандай әсер етеді екен. Түсініп тұрсыз ба? Мақсат қойып осы нәрселерге жеткім келеді деген адам сол нәрсені алады. Сізді қинап жатқан мәселе не? Сіз нені өзгерткіңіз келеді? Адам өзіне не керектігін білмейді. Біз білеміз, қазіргі болып жатқан жағдайымыздан разы емеспіз. Және қазіргі жағдайымызда қалып қоюды қаламаймыз. Бірақ нені қалайтынымызды жазуға, айтуға келгенде жауап жоқ көбімізде. Иә, көбіміз нені қалайтынымызды білмейміз. Бұл мақсат қоя алмағандықтан келіп шығады. Аллах айтады хадиси кудсида: мені пендем қалай елестетсе, мен сондаймын. Мені жалғыз еске алса, мен де оны жалғыз еске аламын. Мені жамағатта еске алса, мен оны оныкінен жақсырақ жамағатта еске аламын. Бухари, Тирмизи, Ибн Ражаб хадистері. Адам ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесін жаратады. Адам сыртқы дүниесі мен ішкі дүниесін байыта алмайды. Яғни, біз өзімізге бір нәрселер сатып аламыз, барып ресторанда тамақтанамыз. Машина аламыз, үй аламыз, саяхаттаймыз. Өзімізді қуантамыз. Өзіміздің ішімізді толтыру үшін соншалық көп әрекет жасаймыз. Егер ішіміз бос болса, ол нәрселердің ләззаты, рахаты сол жерде ақ жоқ боп кетеді. Яғни, ішкі дүниеміз бос болса, жүрегіміз тынышталмайды, толмайды. Армандаған затқа қол жеткізсем, бақытты боламын деп ойлаймыз. Біздің ішкі дүниеміз бос болса, олардың ләззатын, рахаттың ұзақ сезіне алмаймыз. Бірақ адам ішкі дүниесін толтырса, байытса, өз үстінде жұмыс жасаса, білім алса, Аллахқа тәуекел ете алса, Аллахқа жақын болса, Аллахты мейірбан, рахымды деп білсе, тағдырына разы бола білсе, ол адам өмірдегі қиыншылықтарды жеңіп шығуға әрдайым ішінде күш болады. Оның ішінде рухани қуат бар. Сырттан келетін сынақтарға, қиыншылықтарға әр кезде шешім табуға әрекет алады. Түсініп тұрсыз ба? Адам ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесін жаратады. Жоғарыдағы хадисті өзімізге де қолдансақ, сіз өзіңізді қалай елестетесіз? Солай ойлағаныңыздай әрекет ете бастайсыз. Яғни түп санамызда көпшілігімізде теріс ой пікірлер сақталып қалған. Кейбір адамдар теріс ой пікірінің бар екеніне өзінің де хабары жоқ. Өзін сол жетістікке жете алмаған, нақақтыққа ұшыраған, ештеңе қолынан келмейтін, жалқау деп түп санасында сондай теріс ой пікірлер сақталып қалған.
Балалықтағы тәжірибелері негізінен. Енді сырттан қанша әрекет жасаса да, өзін саналы түрде еңбек сүйгішпін деп жазып сызып, қанша әрекет жасаса да, тұпсанасында өзі туралы оң ой пікірлер оятпайынша, ол оң жаққа өзгерте алмайды екен. Енді біз жасайтын жұмыс өз үстімізде, өз санамызда оң, позитив пікір ояту. Құранда Аллах тағала айтады, бір қауым өзін өзгертпейінше Аллах олардың жағдайын. Біз өзгерту керек болған нәрсе, ол біздің нәпс екен. Бұл заңдылықты әрбір нәрсеге қолданып көрсеңіз болады. Перзент тәрбиесіне де біз осыны жасасақ, балаларымызда соны жасайды деген жоспар негізінде. Балаларымызға күш көрсетіп, әсерімізді күшейту керекпіз бе? Жоқ. Бірінші өз нәпсіміз шеңберінде жұмыс жасауымыз керек. Стивен Ковидің «Жетістікке жеткен кісілердің 7 әдеті» атты танымал кітабы бар. Жетістікке жеткен адамдар проактив болады. Жетістікке жете алмағандар реактив болады. Стивен Кови бұл кітапты жазу үшін 200-ден артық дүние жүзінің жетістікке жеткен адамдармен интервью алған. Ұзақ уақыт барысында және сұхбаттар негізінен сол кітапты жазған. Бірінші біздің жасайтынымыз парадигма өзгеруі. Парадигма деген не? Ол айналамыздағы болып жатқан уақиғаларға басқа көз қараспен қарай алу. Яғни оны өзгерту үшін іштен сыртқа қарай әрекет жасауымыз екен. Біз хәлімізді өзгертуіміз үшін алдымен өзімізді өзгертуіміз керек. Өзгеруіміз үшін парадигма өзгеру керек. Яғни дүние таным, көзқарастарымызды өзгерту керек. Дүние танымымызды қалай өзгертеміз? Білім алумен өзгертеміз. Алтын заңдылық осы. Оны жақсырақ түсіну үшін қысқа хикаяны айтып берейін. Бір бала жолда кетіп бара жатса, бір әйел жылап отырған екен. Жылауының себебін сұраса, мені дүниеде барлық адам жаман көреді, мені ешкім түсінбейді, менің дүниеде ешкімге керегім жоқ деп жауап беріпті. Бала болса, сіз дүниедегі барлық адамды танисыз ба? Олардың барлығымен сөйлесіп шықтыңыз ба депті. Бұл хикаядан қандай қорытынды шығарасыз? Біз адамдарды білеміз деп ойлаймыз. Негізінде біз өзіміз іздеп жатқан нәрсені ғана көреміз. Тіпті өзімізді де білеміз деп ойлаймыз. Бірақ өзіміз туралы түсініктер біздің тұпсанамызда жазылып қалған тәжірибелерге таянған түсініктер болады. Барлық адам өзін өзгертуді қалайды. Бірақ мұны қай жерден бастауды білмейді. Біздің сол сенім нанымдар тізіміміз өзімізді, басқаларды, дүниені қандай көзбен көруіміз үшін бір фильтр болып қызмет жасайды. Сол үшін сенім нанымдарымыздың тізімін өзгертуіміз керек. Біздің дүние танымымыздың 80%-ы 0-ден 7 жасқа дейін болған өмірлік тәжірибенің нәтижесі екен. Қазір 30 жаста боласыз ба, 40 жаста немесе 50 жаста боласыз ба, қанша жаста болсаңыз да, сіздің қазіргі іс-әрекеттеріңіздің 80-90%-ы сол 7 жасқа дейін болған тәжірибеңіздің нәтижесінде мида жазылып қалған программалардың нәтижесі екен. Адамдар 80-90% жағдайда бейсаналы әрекет жасайды. Реактив қарым-қатынас. Реактив қарым-қатынаста тұпсанада жиналып қалған тізімге негізделеді. Яғни, сіз жүйкем шаршаған, балама айқайлап қоямын, ұрып қоямын. Реактив қарым-қатынаста мен қазір балама айқайлаймын деген программа ойыңыздан өтпейді. Ұру немесе ұрсудан алдын, мен қазір қолымды көтеремін де, көтеріп барып бір ұрамын деген санаңыздан өтпейді. Яғни бейсаналы әрекет жасаймыз. Бір нәрселерге реактив қарым-қатынас білдіреміз. Сол реактив қарым-қатынас қай жерден келеді десек, сол тұпсанамызда жиналып қалған тізімге негізделеді екен. Көбінесе адамдар өзінде жоқты бар етіп көрсеткісі келеді. Өзіміздің жақсы екенімізді балаларымыз арқылы өзгелерге дәлелдемекші боламыз. Яғни балаларымызды өз мұқтаждықтарымызды қандыру мақсатында пайдаланамыз. Яғни біздің әр түрлі мұқтаждықтарымыз бар, перзентімізбен мақтанбақшы боламыз. Міне мәселенің түп тамыры. Балаңыз жасаған әрбір әрекетті сіз жекелеп аласыз. Бірінші болып жасалатын ісіміз, қазір лажы барынша балалық шағыңызды еске алып көріңіз. Перзент тәрбиесі, психология жайлы канадалық 4 бестселлер кітап жазып, кітабы дүниенің 25 тіліне аударылған, танымал доктор Габор, адамзат барша мақұлықтар ішінде миы ең шала дамылып туылған дейді автор. Туғаннан соң миымыздың неше пайызын жұмыс жасатамыз.
Біз туғаннан бастап миымыздың 25% ғана жұмыс жасайды. Ал жануарларды мысал етсек, жылқылар бүгін туыла салысымен жүріп кетеді. Біздің 1-1,5 жасқа дейін жүріп кетуіміз қолымыздан келмейді. Бірақ бала 9 айда туса, толық туды, ал 6-7 айда туса, шала туған дейміз. Ми бейсаналы түрде жасау керек нәрселерді жасап тұрады. Ас қорыту, дем алу, ауа жұту, қан алу, шаш өсу. Ми 80-90% айналасындағы мұхитқа қарап дамиды екен. Мысалы, бір сәби көру қабілетімен туды. Бірақ ол өмірінің басындағы 5 жылында қара үңгірде өссе, көру қабілетін толықтай жоғалтады. Сап-сау көру қабілетін не үшін жоғалтты? Оның көру қабілеті даму үшін жарық керек еді, айналасындағы заттарды көру керек еді. Мидың түрлі қызмет жасайтын түрлі бөліктері бар. Мидың 3 негізгі бөлігі бар. Бірінші бөлігі сәби кезден бастап бейсаналы жұмыс жасайды. Мысалы, тепе-теңдікті сақтау, ас қорыту, қан айналуы, шаш өсуі, тырнақ өсуі, тіс өсуі, аяқ-қолдарды әрекетке келтіру. Бұлардың ешбір үшін адам санасын жұмыс жасату шарт емес. Екінші ми, достасу, жиелік мұқтаждықтарды қандыруға, яғни қарым-қатынас орнату, сөйлесу, ораторлық қабілет дамыту, тіл үйрену функцияларын атқарады. Үшінші ми маңдайыңызда орналасқан. Бұл ми қорытынды шығару, ойлау, пікірлеу, бір нәрсені салыстыру, жақсы-жаманды ажырата алу, шешім қабылдау, алдына бір мақсат қою сияқты саналы істерді атқарады. Мида нейрондар болады. Миымызды сол нейрондар арқылы басқарамыз. Нейрондар ол мидың бөліктерін бір-біріне жалғап тұрушы таяқшалар десек болады. Біздің миымыз, біз ояу кезде бір лампочканы жағатын электр энергия қуаты 2,8 киловатт электр энергия бөледі. Миымыз жұмыс жасап тұру үшін, енді миымыздың сол саналы пікірлеу бөлігін қалай қосамыз? Балаңыз сіздің ашуыңызды шығарғанда, ренжіткенде қалай жасау керек? Ол үшін өзіміздің балалық шағымызға ораламыз. Адам өмір сүре келе бір точкаға келеді екен. Жасы бір жерге жеткенде 40-50 жасқа делік артына бір қарап қойып өзінің өміріне назар тастайды екен. Мен негізінен кіммін? Қай жерден келіп қайда бара жатырмын? Мені қазір адам етіп тұрған нәрсе не деген сұрақты қояды екен. Адам өзін тану үшін ең жақсы жол бұл балалармен жұмыс жасау. Өзіңіздің қандай екеніңізді балалар арқылы біліп алыңыз. Не үшін балалар арқылы? Себебі балалар біздің айнамыз. Біздің сондай кемшіліктерімізді өзімізге көрсетіп тұрады. Балаларымыздың еркелігін, шулағанын көріп ашуымыз шығып кетеді. Негізінде балалар өзімізді еске салған үшін. Өзімізді өзімізге көрсеткен үшін. Балалар сіздің айнадағы көрінісіңіз. Адамның шын мінезі сіз үшін ештеңе жасай алмайтын адамдармен қарым-қатынасыңызда көрінеді. Балалар бізді қозғатушы триггерлерге толы. Мәселе сол, біз өзімізді түсініп жетпегенбіз. Еніші жылдар танымал болған Нью-Йорктық психотерапевт Эдели Шеннің «Балалар сізді ақылдан аздырғанда» кітабында бір хикая бар. Бір адам қараңғыдан қорқады екен. Ұйқыдан алдын ата-анасына «Жарықты жағып ұйықтасам рұқсат па?» деп сұрайды екен. Ата-анасы болса, «Қорқатын ештеңе жоқ, ұйықтай бер, ол балады қорқама» деп рұқсат бермеген екен. Бұл адам ұлғаяды, өзі де әке болады. Өзі де ұл бала көрген. Ол адам айтады, ұлым шырақты жағып ұйықтайыншы десе, сондай ашуым шығады. Ішімнен сондай ашуым қозғайды. Ашуым шыққаны соншалық баламды буып қоятындай. Негізінде бұл ашу баласы өзін есіне салған үшін, өзінің әлсіз тұсын көрсеткен үшін. Негізінде ол адам үшін баласын түсіну оңай болу керек еді. Өзі қараңғыда қорқып өскен. Енді баласы қалаған нәрсені сұрап еді, бере алмай жатыр. Мұнда бала әкесінің әлсіз тұстарын көрсетіп беріп жатыр. Триггер деген осы нәрсе. Сізде негатив эмоция қозғайтын әрбір нәрсе триггер болады. Балалар триггерлерге толы. Әр кезде сізде негатив сезімдерді қозғайды. Реніш болсын, ашу болсын, қорқақтық болсын. Не үшін? Балаларда ғажайып қабілет бар екен. Біз өзіміздің қабылдамаған тараптарымызды өзімізге көрсетіп беретін айна екен. Назар аударған болсаңыз, біз өзімізден өзіміз қашып өмір сүреді екенбіз.
Өзімізді бір нәрселермен машғұл етіп, өзіңізден қашып, өмір сүресіз де, балалы боласыз, ұлғайғанда, айнада балаңыз өзіңізді көрсетіп тұр. Балаларда еш айып жоқ. Біз тұпсанамызда жазылып қалған мәліметтер, бір программалар жүктеп алғанбызда, 80% саналы түрде әрекет жасамаймыз. Саналы түрде, қазір баламда рахаттанып ұрамын деп тарс етіп ұрмайды. Бейсаналы әрекет жасаймыз. Ешбір ана қазір мен баламды кемсітіп ұрсамын демейді. Ана біліп тұрып, өз баласына зұлымдық жасамайды, зиян тигізуді қаламайды. Демек, қаламаған түрде неліктен бұлай жасайды? Десек, өзімізді танып білмегендіктен. Балалар өзімізді түсініп жету үшін ең абзал тұс. Балаңызға қараңыз, олар сіздің триггерлеріңізді қозғатып жатыр. Жақсы түсіну үшін тағы бір мысал. Жұмыс жасайтын анасыз, 13 жасар қызыңызға үйдегі жұмысты дайындап кеттіңіз, кірді жуып, үйді тазалап қой. Жұмыстан келіп көрсеңіз, дайындап кеткен жұмыстар жасалмаған. Сол кезде сізде қандай сезім пайда болады? Ашуыңыз шығады, ренжісіз, айқайлайсыз. Негізінде әрбір сезім артында қандырылмаған қажеттілік, мұқтаждық болады екен. Біз соны сырттан қарайды екенбіз. Қабықтың ішінен емес, сыртынан қарайды екенбіз. Сезімнің түбінде ашу немесе реніш тұр. Не үшін ашуланасыз? Ойлап көргенсіз ба? Сіз бір істі жасауды сұрадыңыз, сол іс болмады. Бұның түбінде бір ой бар. Әрбір сезімге байланысты бір мағына болады. Сол шартты рефлекс болып тұпсанада сақталып қалған. Соны ойлап көреміз. Өзіңізге сұрақ қоясыз, бұл нәрсеге неліктен ашуым шықты? Мені менсінбеді, құрметтемеді, айтқанымды тыңдамады деген түсініп келеді. Солай қабылдаймыз. Енді баланың ойымен ойлап көрейік. Баланың басқа ісі болған үшін сол жұмысты жасамауы мүмкін бе? Сізді менсінбегеннен немесе құрметтемегеннен жасамауы мүмкін бе? Не себепті болуы мүмкін? Ол бала болған үшін жауапкершілікті алмады. Есінен шығып, ойнап кетіп, үлгермеген болуы мүмкін. Мектеп тапсырмаларын жасауы мүмкін, оның жалқаулығы ұстап қалған шығар, себептері өте көп. Бала ешқашан саналы түрде ойламайды. Мен анамды менсінбеймін, құрметтемеймін, сол үшін жасамаймын демейді. Бірақ ана дәл солай қабылдайды. Адам ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесін жаратады. Негізінде кім өзін құрметтемеген, менсінбеген? Біз айналамызда өзіміз көрмекші болған нәрселерді ғана көреміз деген едік. Өзін құрметтемей жатқан ол сіз. Біздің миымызда құрметке лайықсызбын деген пікір қалып кеткен тұпсанамызда. Енді балалар өзінің әрекеттерімен сіз айтып кеткен тапсырманы жасамай, сіздің триггерлеріңізді оята. Мені менсінбеді, құрметтемеді, құрметке лайық емеспін деген бір ашуымыздың артында сонша мағына жатыр. Өзін құрметтемеген ол өзіміз. Өзін құрметтемеген адамға ешкім құрметсіздік жасамайды. Себебі әрбір адам, әрбір жағдайға басқа-басқа көзқараспен қарайды. Біздің тұпсанамыздағы құрметке лайықсызбын деген түсінікті алып тастап, өзімізді құрметтеуді, сыйлауды үйренеміз. Мұндай жағдайларға басқаша мағына ұлаймыз. Бала ғой, есінен шығып кеткенде, жасайтын істері көп болғанда дейміз. Жалқаулығы ұстап қалғанда дейміз. Мені менсінбеді, сыйламады, құрметке лайықсызбын деген түсінік ата-ана болғаннан бері. Бірінші рет болып жатқан жоқ. Одан алдында болған. Қашан бұл түсінікті қондырып алғаныңызды анықтау үшін жібінен инесіне дейін іздеп барсаңыз, 0 жастан 7 жасқа дейін өмірлік тәжірибеде сізге білдірілген қарым-қатынас жүзінде тұпсанаңызда орналасып қалған өзіңізге деген сеніміңіз болып шығады. Сіз кішкентай 5-6 жастағы кезіңізде өміріңізде ең керек болған 5 адамды есіңізге алыңыз. Олар кімдер? Қайсы үйде ұлғайып өстіңіз? Балалық үйіңізді еске алыңыз. Сол адамдар сіз бірер қателік жасағаныңызда немесе бір нәрсені сындырып қойғанда сізге қандай мәміледе болды? Не деген еді сізге? Олардан қандай сөз естідіңіз? Мейлі қоя бер, баласың ғой. Бізде сындырып алғанбыз кесені. Кесе күнде емес, күнде сынат деген еді ма? Демек, бұл кесенің бізге қызмет жасау уақыты осы жерде, осы уақытта бітіпті. Дүниеде ештеңе мәңгі емес. Тек Аллах қана мәңгі. Қоя бер, басқасы келер орнына Аллах байтушы деді ме?
Әлде сізді әр түрлі жануарлармен атап кемсітіп, сенің қолыңнан дым келмейді, ештеңені қарқ етпейсің деген сөз естідіңіз бе? Ата-анамыздың бізге қарым-қатынасын баламызға өзіміз білмеген хәлде, бейсаналы түрде қайталайды екенбіз. Ата-ана қалай тәрбиелеген болса, сол тәрбиесін, жақсылығы мен жамандығын қоса қайталайды екенбіз. Біз ата-анамыздан разы болуымыз керек. Себебі олар бізге қолдарынан келгенін жасаған, өздерінің қолдарында бар барлық ресурстарын, білімдерін іске түсіріп, өздері нені дұрыс деп ойласа, соны жасаған. Бізде біліп, білмей көп қателіктерге жол бердік. Бірақ балаларымыздың рухиятына, сезімдеріне зиян тигіземіз деп ойламаймыз. Ата-ана да солай, олардан разы болуымыз керек. Мәміле бұл үлкен неғмет. Мәмілені екі жолда қолданамыз. Бірі басқалармен қарым-қатынаста. Екіншісі өзімізбен қарым-қатынаста қолданамыз. Адам қаласа да, қаламаса да, кешке дейін өзімен сұхбаттасады. Ешкім бұдан қашып құтылмаған. Біздің санамыз ой, пікірлерді егу үшін берілген. Міне, өзіміз бен өзімізге қолданылатын мәміле біздің 7 жасқа дейін болған адамдардың бізге білдірген қарым-қатынасы нәтижесінде қалыптасқан. Әрдайым өзін айыпты санайтындар бар арамызда. Мен ештеңені жасай алмаймын, қолымнан ештеңе келмейді деген ойлар түп санасында сақталып қалған. Балаларымыз бір нәрсені жасай алмағанда, біз өзімізде бар, сол нәрселерді көреміз. Ол бала, ол тұлға деп емес, өзімізге жекелеп өзімізді көреміз. Адам қалай өзгереді? Бірінші, пікірлерімізді, сенім-нанымдарымызды, дүниеге көзқарастарымызды, кейін өзімізді басқаруды үйренуіміз керек. Көбіміз балалық шақта травма алмаған шығармыз. Бірақ бір балалар бала кезде ата-анасы ажырасып кетеді. Бір балалардың әкесі қайтыс болып жетім қалады. Бір балалар анадан да әкеден де айырылып жалғыз жетімдікте өседі. Бір қыздар кішкентай кезден жыныстық зорлыққа ұшырайды. Міне, сол нағыз травма. Бұл адамның кейінгі өмірі үшін 30, 40, 50 жасқа келгенде де қатты әсер ететін травма. Бірақ ата-анасымен өскен балаларда сезімдерді басқара алмау травмасы қалған. Неліктен? Себебі балалық шақта ашуымыз шығуға жол қоймаған. Ренжуімізге, сөйлеуімізге, жылауымызға жол бермеген. Қой, жылама. Соғанда жылайма, немесе ол бала жыламайды. Сөйлемей, тыныш отыр. Шулай берме, жап аузыңды, жылама. Деп рұқсат бермеген. Сезімдеріңізді ешкім түсінбеген. Соның нәтижесінде сезімдерімізді басқаруды білмей қалғанбыз. Сезімді басқармаса не болады? Шықпай қалған сезімдер іс-қимылымыз, әрекетімізге, мінезімізге, одан қалса тағдырымызға, денсаулығымызға әсер етеді. Сезімдер сезіну үшін беріледі. Кейде сіз бір нәрсенің болуын қаладыңыз, ол нәрсе болмай қалды. Ашуыңыз туады. Ашу басқа, сезім басқа, әрекет басқа. Егер біз ашуымызды сау жолмен шығарып тастасақ, біреуге азап бермейміз. Исламда мұның өз жолдары бар. Ашу шайтаннан, шайтан оттан. Ашу шықса, су ішіңіз. Қоймаса, бетіңізді жуыңыз, дәрет алыңыз. Оғанда қоймаса, құсыл алыңыз. Аузу биллахи минашшайтонир ражиим деңіз. Қайталай беріңіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам тағы жолдарын айтып кеткен. Ашу шайтаннан, шайтан қанда айналып жүр. Тұрған болсаңыз отырыңыз. Отырған болсаңыз жатыңыз. Яғни физиологиялық хәлімізді өзгертуіміз керек. Не үшін? Егер ашуды дұрыс, сау жолмен шығарып тастамасақ, денсаулығымызға әсер етеді. Ашу сезімі әрекетке айналып кетеді. Түсіндіңіз бе? Ашу шыққанда жүрек тез ұрып кетеді, бетіміз қызарып, көздеріміз қызарып кетеді, дем алуымыз қысқарады. Кейбіреулердің қолы қалтырайды, аяқтары, денесі қалтырайды. Ашу сезімінің қаншалықты әсер беруін қараңыз. Енді бұл қысқа уақытта болады. Ал ашу ұзақ уақыт жалғасатын болса, бас ауруы, желке, бел, көптеген ауруларға, стресс, депрессия, давлениеға ұласады. Ашуды сол үшін сау жолмен шығарып тастау керек, денсаулығыңызға әсер етпесін десеңіз. Ал ашудың перзент тәрбиесіне қандай қатысы бар? Баланың ашуы шығуына жол беру керек екен.
Балалардың ренжуіне, жылауына рұқсат беріңіз. Жақсы қарым-қатынас жасау үшін балаңызды қалай бар солай қабылдаңыз. Бұл баланы өз хәліне тастап қою емес. Мысалы, бала шоколад жеймін деді. Сіз жемейсің дейсіз. Бала жылайды. Бұны дұрыс қабылдаңыз. Балалықта біздің сезімдерімізді шығаруға жол бермеген болса, біздің де дәл солай жасауымыз керек деген емес. Баланың сезімдерін басып тастауға әрекет етпейік, жылама, жап аузыңды. Басымды ауыртпа. Баланың ішінен реніш келіп тұрған болса, ол не істесін? Жылағысы келіп тұрған болса, ол не істесін? Ашуды тұншықтырмай, сау жолмен шығарып тастасын. Ренжігенде өзімізде Юнус алейхиссаламның хикаясын есімізге алып, Аллахым, мені кешір. Мен өзіме өзім зұлым жасап қойдым деңіз. Ойлап көрсек, адамдар өздеріне өздері зұлым жасайды екен. Адам басына келген қиыншылықтардың кейбірі Аллахтан сынақ болса, кейбірлері өзімізді түсінбегендіктен, мақсаттарымызды білмегендіктен, өз қажеттіліктерімізді қандырмауымыздан келіп шығады. Сіз пәленше ақмақсың дейсіз, бұл сөзге 1-2 секунд уақыт кетеді. Ал ол сөзді, сол пәленше қаншама күндер, айлар сол сөзді ойлап, жүрегі ауырып, өзін-өзі қинап, не үшін мені олай дейді деп көп уақыттарын кеткізеді. Ол неден келіп шығады? Өзін-өзі танымағандықтан, өзін құрметтемегендіктен, өзін жақсы көрмегендіктен. Егер ол өзін құрметтесе, жақсы көрсе, адамдардың сөзі оған әсер етпейді. Біз сол мизан, тараздың таяқшасын өзіміз бен Аллах арасындағы қарым-қатынасты өзгертуге қаратсақ, Аллах та біз бен адамдар арасындағы қарым-қатынасты жақсы жаққа өзгертеді. Егер сізді түсінбейтін адамдар болса, Аллах оларды сізден шеттетіп, сізге пайдалы, хайырлы адамдарды кездіріп, жақындатады. Егер өзіңізді түсініп жетсеңіз, ешкім сіздің негатив сезімдеріңізді оята алмайды. Негатив сезімдер болмағаннан кейін әрекеттеріңіз өз-өзінен өзгере бастайды. 1 рет өзгересіз, 2 рет өзгересіз, бара-бара ол сізге жақсы мінез, құлық болып қалады. Балалардың алғашқы қажеттіліктері. Олардың сезім, рухани, ақыл, қарым-қатынас қажеттіліктері бар. Әрбір бала өзін қауіпсіз сезінуді қалайды. Егер ми бір нәрсені қауіпті деп қабылдаса, бала жылауды бастайды. Бала 3 айда анасын тануды бастаса, басқа біреуді көрсе жылайды, немесе жатырқайды. Балалар ренжігенде, ашу шықса, оны растау, жанашырлық көрсету, оның ренішіне ортақтасу керек. Егер мұны жасамаса, оның миында травма қалады. Мен назарға лайықсызбын деген. Эдалишаның кітабында ата-анасы ажырасып, тұрмысы бұзылған бірнеше балалармен интервью жасаған. Балалардың көбі ата-анасының ажырасу себебін менің қателігім деп тұпсанасына жазып алады екен. Бала ата-анам мен себепті ажырасып кетті деп ойлайды екен. Ата-анасы қайтыс болған балалар да дәл солай ойлайды екен. Олар өзін артық жүктей сезінеді екен. Міне балаларымыздың сезімдерін қандырмаған себінен келіп шыққан. Олар ренжігенде, мейлі, ренжігенде жылау керек. Көз жасты Аллах сол үшін жаратқан. Ренжігенде истигфар айту керек. Астафируллах ал-азим десең тез өтіп кетеді дейсіз. Бұл балаға басқаша рухани қуат берген боласыз. Ашу қысқанда, сен шоколадты қаладың, мен бермедім. Менің де бір нәрсені қалағанымды бермесе, менің де ашуым шығады. Білемін, сені түсінемін, сенің де ашуың шығып тұр, ашу қысса, міне су ішіп ал. Бетіңді жуып кел. Истигфар айт. Отыр немесе біраз жат деп дұрыс қабылдасақ, рухани қуат болады. Ал егер мұның терісін жасасаңыз, ақымақ, эгоистсің деп келіп тұрған сезімді басып тастасақ, ол балада, менің бір жерім кем, маған бір нәрсе жетіспейді, бір кемшілікпен туылғанмын, дүниеге, ата-анама артық жүкпін, ата-анама қолайсыздық келтіру үшін дүниеге келгенмін деп өзін кемдік санайды. Сол ойлар тұпсанасына жақсылап тұрып жазылып қалады. Есейе келе, соны бала тілмен жеткізе бастайды. Не үшін тудың мені? Дейді. Не үшін бала мұндай дейді? Тұпсанадағы осы наразылық сыртқа шығады. Өмірге келгеніне өкінеді. Сезімдерді қандыру деген, ағылшын тілінде validation, растау дегенді білдіреді. Яғни баланың сезімін түсінесіз, растайсыз, жанашырлық танытасыз.
Менің де ашуым шығады дейсіз. Мен қалаған нәрсе болмаса, менде ренжимін дейсіз. Сені түсінемін. Міне, мен бір жерге барғым келсе, әкең алып бармаса, менде ренжимін. Бірақ сабыр етемін дейсіз. Сезім мен әрекет басқа-басқа. Ашу шығу басқа. Ашуды дұрыс емес жолмен шығару, бұл ағасы інілерін ұру, боқтау, қабырғаны ұру, есіктерді тарсылдату. Балалардың негатив сезімдерін сау жолмен шығаруды үйретпесек, ағза ол сезімдерді бұрыс жолдармен шығаруды қалайды. Соңы депрессия, стресс тағы басқа жоғарыда айтқан көптеген ауруларға жалғасады. Тағы бір жолы бұл рухтың бір бөлігі болу. Әрбір балада бір тыңдауға сай қажеттілігі бар. Есейе келе күшейіп барады бұл. Бала ата-ана әсерінен гөрі араласатын тобының әсеріне түсе бастайды. Өзінің құрдастарының айтқан пікірлері ата-анасының пікірлерінен қадірлірақ болуды бастайды. Не үшін? Біздер үйде қарым-қатынас қажеттіліктерін өтемей жатырмыз. Ата-ана балаға жақсы қарым-қатынасты күшейту үшін, сөздеріне құлақ асу үшін баланы біраз еркін қою керек. Бала үйге келгенде, оқы деп терең дем алып, шүкір мені түсінетін ата-анам бар деп, өзін бар болмысымен қабылдай алатын ата-анасы бар екенін түсінеді. Өзін қауіпсіз, тыныш сезіне бастайды. Сіз оны түсінесіз. Жанашырлық танытасыз, ренішіне ортақ боласыз. Енді реактив қарым-қатынас. Біз егер саналы түрде әрекет жасамасақ, реактив қатынас білдіреміз. Ісімізді қиындатамыз. Бала жыласа айқайлап беру, бейсаналы түрде ұрып жіберу, бала ренжігенеді. Біз оны тоқтату үшін өз әрекеттерімізбен одан ренжітеміз. Мені ешкім түсінбейді, жақсы көрмейді деген ойларға барып қалады бала. Енді жақсы ана тыныштықта ойланып алады. Ертемен бала балабақшаға немесе мектепке баруды қаламайды. Сол кезде, жақсы ана, сен үйде қалуды қалайсың, бұл жақсы, екеуміз бірге қалсақ, рахат. Бірақ мектепте достарың бар. Олармен танысасың, достар арттырасың, көп нәрсе үйренесің. Менде үйде жұмыстарымды жасаймын. Саған бір жақсы тамақ жасап тұрамын. Машинада барасың ба, жүгіріп барасың ба? Десеңіз, құдды сіз оған таңдау бергендей боласыз. Сіз баланың санасына мектепке барудың пайдаларын көрсетесіз. Баланың санасы мектепке барудағы пайдаларды көру керек. Үйде қалса оған жақсы, жайлы зона. Ананың ыстық құшағы, өз үйі. Қалаған кезде тамақтанады, қалаған мультфильмін көреді. Балабақшада не істеймін дейді. Бөтен адамдар. Сіз оған балабақшаға немесе мектепке барудың пайдаларын, қызықтарын көрсетіп беріңіз. Қорқыту, ұрсу мен баланың рухына тек негатив әсер етесіз. Қатты айғайлау, қорқыту, ұрсу арқылы баланың сізді жек көруін, сізден қажуын қалыптастырасыз. Өзіне және өзіңізге құрметсіздігін арттырасыз. Өзіне деген қадірін, сенімін төмендетіп тастаймыз. Сіз ешбір адамды, үлкен болсын, кіші болсын, өзін жек көруін арттырған жағдайда, оның мінез-құлқын жақсы жаққа өзгерте алмайсыз. Біз баланы өзін жек көрсетіп, бұның терісін талап етіп отырамыз. Қараңыз, жақсы өзгерістерді баладан күтеміз, я. Баланы езіп, айқайлап, ұрсып, боқтап, әртүрлі сөздермен кемістіп, малға теңеп, ақымақ деп алып, болашағынан жақсы өзгерістер күтеміз. Өзіңіз ойлаңыз, сіз ашуланып тұрсыз, бір нәрседен, бір адам сізге $1,000,000 табудың құпиясын тегінге үйретемін дейді. Біраз уақытын сізге бөліп құпияны тегін айтып берсе, санаңыз қабылдайды ма? Сол үшін бірінші сезімімізді басқарып үйренуіміз керек. Демек, балаңыздан өздерін жаман көрсету арқылы, болашақта оларды үлкен жетістіктерге жетуін үміттенбей-ақ қойыңыз. Ұрсып, айғайлап, кемсітіп мінезін жақсы жаққа өзгере алмайсыз. Балаңыздан бірінші өзіңізге рухани көмек керек. Қолыңнан ештеңе келмейді, кеселерді сындыра бересің деп қанша рет қайталай бересіз. Сонша балада сол түсініктер түп санасында жазылып, енді бала қанша әрекет жасаса да қолынан ештеңе келмей жүреді. Қаласа да, қаламаса да, қолдары қалтырап, сындырып қоя беретін болады. Ашуыңыз келсе, бірінші терең-терең дем алыңыз. Енді балаңызды құшақтаңыз. Сипаңыз. Физиологиялық хәліңізді өзгертіңіз. Тұрған болсаңыз отырыңыз. Отырған болсаңыз, біраз жатыңыз. Амалда осыны қолданыңыз. Сүндетті тірілтіңіз.
Кейін балаңызға айтасыз, менде де солай болып тұрады, менің де ашуым шығады. Сені түсініп тұрмын, ашуланып ренжіп жатсың. Кейін оны талқылайсыз. Сол кезде бала барлығын қабылдауға дайын тұрады. Миының маңдай бөлігі ашық-ашық тұрады. Лампочка жанғандай жанып тұрыпты. Дінімізде жүзге ұруды харам етілген. Ұру мәселенің шешімі емес. Қолайлы қарым-қатынас жайлы. Мазасызбын, жүйкем шаршаған, балаларға айқайлап қоямын деген ана, баламен қалай тіл табысып, жақсы қарым-қатынаста бола алады. Бірінші болып ішіңіздегі бала меніңізді тәрбиелеу керек. Балық шағыңызды көп еске алыңыз. Сізге айналаңыздағы ең керек адамдар кімдер болған? Сол адамдар сіз бірер қателік жасап қойғаныңызда сізге қандай мәміле жасады? Сіз бұл қателікті әдейі жасап па едіңіз? Қазір мен бұл талерканы әдейі сындырамын. Анамның ашуын шығарып, рахаттанып сөз естимін деп па едіңіз? Жоқ, еш қайсы бала әдейі, саналы түрде ата-анасының ашуын шығару үшін әрекет жасамайды. Бірақ біз бейсаналы түрде дәл солай деп теріс ой қабылдап аламыз. Алдымен өз қажеттілігіңізді қандыру керексіз. Яғни өзіміз мейір, махаббат сезімдеріне ие болуымыз керек. Өзімізді өзіміз құрметтесек, барлық кемшілігімізбен өзімізді қабылдай алсақ, балаларымызды да қабылдай аламыз. Өзімізге мейір, махаббат бере алсақ, балаларымызға да сол махаббатты бере аламыз. Өзіңіз ойлап көріңіз, баласына айқайлап, ұрсып, кемсітіп өсірген ана, ол өзіне де дәл солай мейірімсіз қарым-қатынас жасаған. Кейін айыпты сезімде жүресіз. Перзенттерімізден кейде жынысына сай емес, жасына сай емес үлкен нәрселерді талап етеміз. Не үшін? Жеке қажеттіліктеріміз үшін оларды пайдаланамыз. Перзенттеріміз арқылы жақсы адам екенімізді дәлелдейміз біз. Сол үшін стандарттарымызды көріп шығуымыз керек. Сізге ең қолай келетіні ілім алуды, ізденуді жалғастырыңыз. Циклды үзу керек. Шынжырды үзу керек. Әуелі өз мінез құлқыңызға назар аударыңыз. Өзіңізді қайта тәрбиелеңіз. Балалар сезімдерін басқара алмайды. Қорытынды шығару қабілеті дамымаған. Миының 25% ғана жұмыс жасап тұр. Қалған 75% жұмыс жасау үшін сіз оған оптимал бір атмосфера жаратып беру керексіз. Бәлкім, сіз сау мұхиттан шықпаған шығарсыз. Бірақ сіз сау пікірлейтін және өзіне сенімді перзент тәрбиесіне себепші болуыңыз мүмкін. Барлық нәрсе өз санамыздан басталады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам балаларыңызды көп еркелетіп, құшақтап сүйіңдер. Әр сүйген сайын жәннаттан дәрежеңіз көтеріледі деген. Бухари хадисі. Кім перзентіне салқындық танытса, сол үйге кедейлік келеді. Перзенттері күшсіз, әлсіз, қабілетсіз болып өседі. Кім перзентін құшақтаса, күлдірсе, көркем мәміле жасаса, сол үшін сауап алады. Істер жүріп кетеді. Қартайғанда көркем нәтижесін көреді деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам.